Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қылмыстық құқық пәніне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансүгіров колледжінің құқықтық пәндер оқытушысы Абзал қызы Гүлмира. Сабағымыздың тақырыбы конституциялық принципке қол сұғушылық. Сабағымыздың мақсаты қылмыстық құқық бойынша конституциялық принципке қол сұғушылықты талдап, білімгерлердің сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру. Бағалау критерийлері төмендегідей жүзеге асады. Бірінші, сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділік, ғылыми көзқарас білдіру, материалды толық меңгеру бойынша бағаланады. Миға шабуыл әдісімізден сабағымызды бастайық. Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтары мен бостандықтары қандай нормативтік актіде көрсетілген? Азаматтардың қандай құқықтары мен бостандықтары бар? Азаматтардың Қазақстан Республикасының алдында қандай міндеттері бар екен? Осы сұрақтарға жауап берейікші. Назарымызды келесі видеоға аударайық. Кез келген елдегі, соның ішінде Қазақстандағы миллиондаған адамдардың күнделікті жайлы тірлігі көзге көріне бермейтін, бірақ мызғымас құқықтық нормалар мен ұлттық заңнама мен олардың ішінде негізгі орын алатын негіз салушы құжат конституциямен қамтамасыз етілетіні жайлы екінің бірі ойлана бермейді. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанның конституциясы бойынша адам, оның құқықтары мен міндеттері мемлекеттің жоғары құндылығы деп жарияланған. Очень важно знать права, в первую очередь, конечно, құқықтарыңды білу өте маңызды. Ең алдымен ол баспана құқы. Бұл өте маңызды құқық. Кез келген азамат жеке баспаналы болуға құқылы. Егер жоқ болса, бізде мемлекеттен баспана ала алатын азаматтар көп. Ол үшін баспана қатынасы туралы заңды түсіну керек. Ол бізде Алматыда, Астанада және басқа да қалаларда әлеуметтік баспаналар бойынша шын мәнінде енгізіліп жатыр. Много социального жилья. Біздің елімізде негізгі конституциялық құқықтарды жүзеге асыру мақсатында бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жасаған және жұмыс істеп жатыр. Мысалы, қолжетімді баспана 2020 азаматтарды өз баспанасымен қамтамасыз етуге бағытталған. Саламатты Қазақстан денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасында республика халқын сапалы медициналық қызметпен қамтамасыз етудің принциптері мен механизмдері баяндалған. Денсаулықты сақтау құқы өте маңызды құқық. Ол қалай жүзеге асады? Өте қарапайым жолмен. Біздің тегін медициналық қызмет алуға құқымыз бар. Бізде азаматтар тегін ала алатын медициналық қызметтер тізімі бар. Бірақ ол үшін өзіңіз таңдаған кез келген бір емханаға тіркелуіңіз керек. Қазір тұрғылықты жер бойынша бекіту жойылған. Сол емханадан барлық медициналық қызметтерді тегін ала аласыз. Азаматтардың конституциялық құқықтары бұзылған жағдайда заңнама бойынша бұзылған құқықты қорғаудың 3 формасы бар. Жоғары тұрған қызметтік тұлғаға, прокуратураға немесе сотқа шағымдану. Егер жоғарғы органда, прокуратурада көмектеспегенін түсінсеңіз, онда құқыңызды қорғау үшін сот орындарына жүгінесіз. Бірақ осы тізбектің бәріне барып жүру міндетті емес. Бірден сотқа шағымдануға да болады. Қазақстан Республикасының конституциясында азаматтардың құқықтарынан бөлек негізгі міндеттері де бекітілген. Біздің міндеттеріміз өте көп. Ең біріншісі бәріне белгілі болар. Өмірде екі нәрседен қашып құтыла алмайсың. Олар салық және өлім. Конституцияның 35-ші бабы әр азаматтың міндеті және парызы салықтарды төлеу, яғни салықты төлемеуге болмайды. Әрбір адам салыққа байлаулы. Бұл жалпы барлық адамдардың міндеті. Азаматтардың маңызды міндеттері Қазақстанның заңдары мен конституциялық нормаларын сақтау, тарихи және мәдени мұраларға қамқор болу, табиғатты сақтау және табиғат байлықтарын ысырап етпеу, әскери парызын өтеу.
Защита интересов Родины. Отан мүддесін қорғау кез келген мемлекет үшін әрқашанда бірінші орында тұрады. Азаматтар үшін де солай. Чтобы кто-то захватил нашу власть. Тағы бір маңызды міндет бар. Ол қандай да бір мемлекеттік органдардың шешімін орындау. Біз заңдарды сақтауға тиістіміз. Басқаша болмайды. По-другому не получается. Как только мы перестанем соблюдать Заңды бұзған сәтте қиындықтар туындайды. начнутся проблемы. Кез келген азамат өз құқын біліп, конституциялық міндеттерін орындауға тиісті. Ал мемлекет болса, өз кезегінде негізгі заңның мүлтіксіз сақталуына кепілдік береді. Әрбір қазақстандықтың конституциялық құқықтарының сақталуының ең бірінші кепілі мемлекет басшысы. Сондай-ақ конституциялық кеңес жұмыс істейді. Оның басты міндеті конституциялық құқықтардың барлық деңгейде мүлтіксіз орындалуын бақылау. Аталмыш кеңес елдегі конституциялық заңдылық жағдайын жүйелі түрде сараптамаға салады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 13-ші бабы 2-ші тармағының және 75-ші бабы 1-ші тармағының нормаларын талдау кезінде Конституциялық кеңес мынаны ескереді. Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар деген конституциялық принцип кез келген адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қалпына келтіру үшін сотқа шағымдануға құқығы бар екендігімен сипатталады. 1993 жылғы Конституция көптеген түрлі бастапқы идеялардан тұрады. Олардың барлығы белгілі бір салада белгілі бір адам құқықтары мен бостандықтарын белгілі бір ауқымын белгілейді. Конституциялық қағидалар, мысалы, үкіметтің нақты салалары қызметі реттейтін принциптер бар. Осы ерекшеліктеріне сәйкес, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің принциптері, мемлекеттік ұйымның конституциялық принциптері және сот төрелігін жүзеге асыру принциптері болып бөлінеді. Қазақстан Республикасының Конституциясының жалпы ережелер бөлімінде конституциялық құрылыстың басты принциптері, яғни экономикалық қатынастар, қоғамның саяси жүйелері, республика қызметінің түбегейлі принциптері, республика егемендігінің түсінігі, мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық екендігі көрсетілген. Республика егемендігі дегеніміз ел ішіндегі мемлекеттік үкімет билігінің үстемдігі және оның сыртқы саяси жағдайларға тәуелсіздігі болып табылады. Республиканың егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды. Қазақстан Республикасының 2-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес өз аумағында тұтастығын туралы көрсетілген. Мемлекетке опасыздық объективтік жағы қылмыстық кодексінің 165-ші бабында көрсетілген. Оған жататындар соғыс уақытында немесе қарулы жанжал кезінде жау жағына шығып кету, шпиондық жасау, мемлекеттік құпияларды жатқа беру, Қазақстан Республикасының дұшпандық әрекет жүргізу мақсатымен мемлекетке шетелдік ұйымға немесе олардың өкілдеріне көмек көрсетумен шпиондық әрекеттер, мемлекетке опасыздық әрекеттері сипатталады. Соғыс уақытында немесе қарулы жанжал жау жағына шығып кету дегеніміз Қазақстан Республикасы азаматының жау басып алған аумақта орналасқан жау жағына өз еркімен өтуі, жауға көмек көрсетуі, жау жағының тапсырмалары мен өзі тұратын аумақта әр түрлі іс-әрекеттер жатады. Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін таратылатын мәліметтердің түрлері, әскери саладағы мәлімет, сыртқы саладағы мәлімет, саяси саладағы мәлімет, қарсы барлаудағы мәлімет, оперативті барлаудағы мәлімет, оперативті іздестірудегі мәліметтер болып сипатталады. Қазақстан Республикасына қарсы шпиондық әрекет жүргізетін шет елдік мемлекетке, шет елдік ұйымға немесе олардың өкілдеріне өзге де көмек беруге мына әрекеттер жатады.
шет ел барлау агентін паналау, жалған құжаттармен жабдықтау, азық-түлікпен қамтамасыз ету әрекеттері жатады. Шпиондық іс-әрекетте мәліметті беру деп, мәліметтерді шетелдік мәліметке жеткізу, шетелдік ұйымға мәліметтерді жеткізу, олардың өкілдеріне жеткізу, кез келген тәсілмен мәліметтерді жеткізу әрекеттері жатады. Хабарлау немесе беру деп жоғарыда айтқандай, олардың өздерін бірнеше түрлерге бөлінеді. Ауызша хабарлау, жазбаша хабарлау, телефон арқылы, басқа біреу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Жинау дегеніміз осы бапта көрсетілген мәліметтерді әртүрлі тәсілдермен жеке бақылау арқылы, құпия объектілерді суретке түсіру арқылы, дыбыс жазбаларын пайдалану, ақшаға сату арқылы жүзеге асады. Шпиондық. Шпионаж неміс тілінен аударылған нақты бір мемлекеттің құпиясы болып табылатын экономикалық немесе басқа да сипаттағы мәліметтерді астыртын жинау, ұрлау немесе басқа мемлекетке беру түрінде жүзеге асырылады. Бұл әрекет дүние жүзінің барлық елінде заң бойынша жазаланады. Қылмыстық құқықта шпиондық мемлекеттің конституция құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыс болып табылады. Мемлекетке опасыздық соғыс уақытында жасалған нақ сол әрекет мүлкі тәркіленіп 15 жылдан 20 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылу немесе өлім жазасы көзделген. Ұрлау заңға қайшы әрекеттермен немесе мемлекеттік құпиялары бар мәліметтерді осы бапта айтылған өзге де мәліметтерді ұйымдардан, кәсіпорындардан немесе жеке азаматтардан тегін алуды айтамыз. Жаңа материалдарды бекіту сиқырлы қобдиша әдісіне көшейік. Қазақстан Республикасының Конституциясының жалпы бөлімінде қандай ережелер қамтылған? Төмендегі сұрақтарға жауап беріп өтейік. Кері байланыс бойынша мен үшін не түсініксіз болды? Мен не тағы не білгім келеді? Мен үшін не құнды болды? Осы сұрақтарға жауап беріп өтейікші, білімгерлер. Үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының қандай нормативтік құқықтық актілерінде халықаралық қорғау аясындағы адамдар мен мекемелерге қарсы қылмыстар айтылған? Үй тапсырмасын талдаңыз. Назарларыңызға рахмет.